то что қойш не болса да қайыры типа құдай бірдеңедей сақтап қалған сияқты мені деп сондай нәрсемен ойладым да жарайды дедім. Енді жолға ертең шығамын. Солай. Білесіздер ме, мен әлі де аэропортта жүрмін. И мен қалаға ешқайқа обратно қайтқан жоқпын. Азанда по-любому ұшамын ғой. Осы аэропортта қалайын. Сонымен жататын жер іздейін деген емнен қараңыздар. Капсульный отель ғой, короче. Капсула деп аталады. Іші примерно осындай. Қараңыздар. Мына жақта Wi-Fi бар. Зарядтайтын жері бар. Осының ішіне бір білет нем негізі капсула деген бар екен, бірақ ішіне вообще жатып көрмеппін әлі, өзіме қызық болып тұр. Сонымен 1 сағаты 4290 теңге тұрады. Енді бұны мен 8 сағат қалдым азанға дейін. Ол 8 сағатқа примерно 35 теңгедей болды. Короче, сондай. Осындай отельде тұрып қалсаңыздар болады, егерде мысалы қалаға баратын жер сондай бірдеңе болмаса, Москвада бір жақсы істеп қойған екен. Бізде білмеймін, бізде вроде бы Қазақстанда жоқ сияқты. Или бар ма? Мен білмейді екем ол. Қаяққа барып жатсың ойбай? Ешқайда баратқан жоқпын. Бәрі сізге апай. Ой, неге? Сондай подарка. Магазиніңізде көп нәрсе алайын дедім. Қатты көп нәрсе жоқ екен, осының бәрін сізге алдым. Немерелеріңізге апарып бересіз. Солай, короче. Достар, бүгін футбол екен. Ньюкасл Юнайтед және де Тоттенхэм Хотспур. Ал Джирам промокод арқылы 260 сомға дейін болды. Бүгін бір погода кішкене онша емес болып тұр екен, енді кәдімгі жаңбыр жауып, андай бір, білмеймін, бір маяк келіп жатыр, как будто бүгін түнде бір адамдар келіп қалатын сияқты ма, бір кісілер келетін сияқты болып тұр бүгін. Білмеймін енді. Мәскеу дей ма, сондай бәле дейді. Көрейік ал. Өздерінің қайсында жалпы. Отқан екен, қазір звондап тастайын деп тұрмын, кино әлі басталған жоқ. Сәлеметсіз бе? Қай қаладансыз, есіміңіз кім? Самал есімім. Астана қаласынан. Өте қуаныштымын, Самал, сіз бізден 150 мың теңге ұтқан екенсіз. Қанша бокс алдыңыз? Екеу. Әділ өтті ма, шынайы болды ма? Иә, мен просто анандай 150 мың деп не келгенде ойладым. Шутка, что ли, деп анандай. Мен өмірімде бірінші рет ұтып тұрмын, шын айтам. Қазір тоқтаңыз, мен сізге сразу ақшаңызды жібере салайын. Самал, Иә, дұрыс. 150 мың кетті сізге. Түсті ма? Келді. Рахмет, шок. Все, рахмет қатысқаныңыз үшін, шынайы пікірлеріңіз үшін көп рахмет, сау болыңыз. Достар, қараңыздар, міне көз алдарыңызда мен киноға кіріп хабарласып жатырмын. Аз ғана санаулы сағаттарымыз қалды. Тез акциямызға қатысып үлгеріңіздер. Бізде әлі сыйлықтар өте көп. Достарыңызға қалайсыздар? Мен кездесуге келіп қалдым. Жанымда Сабина. Жан, бөлек екенсіз. Қалайсыз, қарап бірдеңе деп қойсаңызшы камераға. Для меня язык оператор енді особо. Түсінбедім, мысалы, орысша сөйлейді екен да, бұл кісі. Мына жақта кімдер бар десеңіз, ой, міне. Ау. Тура екеумізге қатар келіп бүгін, а? Қатар. Есіміз кім еді? Жадыра деген Бекзаттың үміткері бар. Мына жерде Сабина бар, мына жерде Үмбет брачки бар. Бәріміз өйстіп тамақтануға келдік. Кездесуден бір видео болсын деген ғой. Өйстіп отырмыз, әңгімелесіп. Қазір алда қызықтар болып жатса салып отырам. Көріп отырыңыздар. Енді қоңырды ілдіріп алуым керек еді. Olsun балықтарыңызға студиядамыз. Бүгін қызықтар өте көп болады. Арген жауабы не болады? Мен үміткермен таныстығым не болады? Соның бәрін бүгін ортаға шығып айтатын боламыз. 14-те Евразия арнасы қосылу болсын. Бірақ бүгін ешкімнің настроениесі жоқ сияқты. Қараңыздаршы. Бәрі отыр. Мына жақта ана екі жігіт отыр. Ешкімде настроение жоқ бүгінше. Неге жоқ? Жоқ, сізде настроение жоқ, бұдан біздікі. жоқ, сізде нормально. Мыналар енді неге бүйтіп отыр? Мысалы, не мынау?
Құдай ақырын берсін, әйтеуір білмеймін, ешкімнің настроениесі жоқ сияқты. Мен сестренкамен кездесуге келдім. Жаным, Айзере мен Айока. Мына жерде Джису балапан. Апортқа келгенбіз. Достар, қалайсыздар? В общем, қазақтың дүбірлеткен думанды тойына келдік. Кезекті тойымыз бүгін бізде 1 жас. Тұсаукесер. Бізге сәттілік деп қойыңыздар. В общем, осындай бұрынғы өзіміздің свободный стильдағы бір киімді киіп алғанымыз бар енді. Бір қызықты айтайын, бүгін осы жігіт басқарады. Неге десеңіздер, мен кішкене ауырып тұрғаным бар. Мен ауырып тұрсам, жақсы, қош, басқара береді. Машина айдайды, басқарады, енді кішкене енді. Сәл шама болып тұрған жоқ, той басқаратын шыны керек. Мен бірақ музыкантта отыра берем. Ойлаш, универсалсың ғой, көресіз. Осындай кішігірім ресторан, шаттық деген кішігірім той. Біз 50 адам ба, сондай. Так что, саған сендім, родной. Өзің, бүлдірдесің ба? Обстановка, кайф. Бізге сәттілік тілеп қойыңыздар, бұйырса сіздердің тойларыңызда жолыққан жағайын. В общем, тойдан келе жатырмын үйге. Айымызға кішкентай осындай бір подарок алған. Клубников шоколад. Алда жегісі келіп жүрген. Қазір соны береміз, реакциясын көреміз. Жаным, сіздекім